адам болу үшін бізге не керек? Мысалы мен қазақпын деген түсінік болу керек. Мен үйдің кенжесімін. Біз қазір абай деп мақтанамыз. Қуат Қиықбай жынды деген күшті тіркес екен. Қарайсам, мен жаңағыдай абайды түсінбейді екем деген нәрсе болмайды. Абай дос бізге. Тіпті өтірік айту дегеннің өзі де творчество негізі. Біз қазір жалғыз қалдық та, айтады ғой. Адам ақылды бола беруден де шаршайды ғой кейде. Сенесіз бе, мына біздің қоғамда қазір бірде-бір жақсы адам жоқ қой. Өлісі де тірісі де. Акимат куда смотрит? Ай, сен бір жерде бастықсың ба дейді. Жоқ, жай қызметкермісің. Деп қойды. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Асыл қасиеттерді бойына сіңірген адамды бір ауыз сөз, саналы азамат, адал азамат деп сипаттауға болады. Осы терең мағыналы сөздерді басшылыққа ала отыра жобамыздың жаңа маусымын бастаймыз. Дәл солай, армағайын, жаңа маусымыздың жаңа қонағы, танымал жазушы, прозашы, сонымен қатар Алаш арыстары Мұхтар Әуезов музейінің меңгерушісі Қуат Қиықбай мырза. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді қазақ айтатын бұрын көп күткенде сарғая күттік деп. Біз қар айтып кеттік. Біз өйткені бұл жоспар бойынша біз өзіміз жоспарлағанда көп күттік қой шын мәнінде. Енді рас осындай ұсыныс түскенде дәл осы жобаға пікір таласқа бізбен бірге сұхбаттасуға кел дегенде шын мәнінде қуана қабылдадық. Бірақ енді айтқымыз келеді, қазіргі көрермен, тыңдарман бар, білгісі келетін, білуге ынтық қаншама жастар, орта буын өкілдері бар. Айтқымыз келетін дүние болғандықтан, сосын енді сіздердің де осы ұйымдастырып отырған осы дүниенің де форматы бөлек шын мәнінде. Енді бұл жерде негізгі аудитория әр қилыда болуы мүмкін, бірақ десе де негізінде шын мәнінде былтырғы маусымда да қонақтардың негізгі айтқан ойлары, негізгі сіздердің алға қойған мақсаттарыңызда орындалды деп ойлаймын. Сондықтан да енді жаңа маусымда бізбен бастап отырсыздар. Сіздердің осы ұйымдастырып отырған дүние алдағы уақытта да бір рас өздеріңіз алға қойған мақсатты, мұратты орындаса екен деген тілектеміз. Рахмет, қош келдіңіз. Тағы да жалпы көңіл күйіңіз тамаша деген ойдамыз. Енді күні кеше Руханият 2025 сыйлығының иегері атандыңыз. Жалпы қандай сезімдесіз? Осы орайда сіз үшін адал азамат қандай болу керек? Қалай түсіне аласыз? Жақсы, рахмет. Енді қазір жалпы өздеріңіз де білесіздер, бізде осы 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің мерекесі қарсаңында қазір әлеуметтік желіде де мысалы аспаннан жаңағы атақ, осындай үлкен марапаттар жауып жатыр дегенде сөз бар. Бірақ шын мәнінде енді бұл жерде негізгі қоғамның осы бір протесттік көзқарасы шын мәнінде, енді қарсылық көзқарасын шын мәнінде дұрыстап түсінуге болады шығар. Өйткені бұл жерде бір негізгі жасына лайық емес те марапат алып жатқан жандарға бір қарата айтылып отырған дүние болар деп ойлаймын. Енді бұл жерде шын мәнінде енді еңбек елену керек, бастысы жаңағыдей маман бағалану керек деген ойдамыз ғой, қалай болғанда да. Бірақ арасында шыны керек, енді біз осы жолда, осы Абай музейінің қарамағында, Абай музейінің қызметкерлерімен бірге қызмет етіп жүргеннен кейін енді кеше ел алдында, көп алдында осы Абай облысы алғаш рет Абай облысы әкімінің арнайы осы Абай елінің, осы өңірдің өнерін өрістетіп, мәдениетін насихаттауға қосқан үлесі үшін арнайы енді осындай номинант ретінде марапаттап отырғаны бұл бір менің ғана емес, жалпы ұсынған ұжымның сонымен бірге дәл осы жолға түсуіме үлкен әсер еткен музей қызметкерлерінің де еңбек екенін айтуымыз керек. Шын біз көп орайда мына енді бір өзімшілдік бағытта менмендікке салып көбін айтамыз. Ол енді менің табысым деген сияқты, бірақ шын мәнінде мен де айтам, кеше де бір осындай енді бір өздеріңіз сияқты, өздеріңіздің әріптестеріңіз де сұрап жатыр. Бұл шын мәнінде болдым, толдым деген дүние емес. Бір өмір белесінде баспалдағында әрине кейде көңіл қуантатында бір мейірімізді, бұл менің ғана емес, тағы да айтам, 85 жылдан астам тарихы бар Абай музейінің мейірін өсірген, бейманасын тасытқан марапат болды. Сосын енді адал азамат дегенде әрине сіздердің жобаларыңызда да аты өте рас, шыны оны рас мойындауымыз керек. Адалдық деген сөз бізде қазір бұл күнде біздің қоғамда мысалға осы бір адал адам,
адал емес адам деген сияқты бір таласқа тартысқа түсіп жататын дүние болып бір жаттанды сөз сияқты болып көрінеді. Ал шын мәнінде және сіз сұрақ қойып отырған кезде де мысалы мен де ойлаймын да, сонда қарасаңыз бұл бір өзіңнің енді мамандығыңа шын мәнінде енді бір шын мәнінде жақсы көру, өз мамандығыңды сүю, сонымен бірге өзің туралы біреу мысалы бір мақтанышпен айтатын болса, өзің туралы мысалға әкең, анаң, немесе жаңағыдай жан жарың, балаларың, бір жақындарың шын мәнінде қуанып, менің туысым, менің жақыным деп дәл өздеріңіз сияқты біздің қатарластарымыздың өзі де менің жақыным, менің құрдасым, менің сырлас досым деп мақтанышпен айтып жатса, енді шын мәнінде адалдық дегенде сол шығар. Енді біз қаншалықты адалмыз, адал емеспіз қызметімізге, жалпы жұмысымызға, оның бағасын беретін енді сіздер, одан дәл қазір біз тамашалап отырған көрермендер деп ойлаймын. Руханият 2025 сыйлығыңыз құтты болсын. Осы тұрғыда айтып өтсеңіз, бүгінгі күні барлығымыз білетін Қуат, ол абай мұрасын насихаттау жолында өз еңбегін салып жүрген маман. Осы маман ретінде сіз үшін абайдың шығармашылығы, оның рухани дүниесінің маңызы өміріңізде қандай? Сол туралы айтып өтсеңіз. Абай өміріңізде қай уақытта пайда болды? Енді бұл шыны керек, бір кейде осы жалпы енді абай тақырыбына қалай келдік, осыны жаңағы қалай зерттеп бастадық деген нәрселерді ойлағанда, расында шыны керек бұл жерде біздің сол мектеп қабырғасындағы бір мұғалімдердің жаңағы біздің өмірімізге үлкен әсер еткені болар деп ойлаймын. Сосын жалпы өзіміздің негізгі енді тәрбие көрген, өзіміздің көрген ортамызда әсер еткен болар деп ойлаймын. Сосын тағы да бір айтатын нәрсе, мысалға бізде осы абайды оқу, абайдың жаңағы шығармаларына тереңдеу деген нәрсенің барлығы үшін не керек деген кезде ең бірінші мен айтар едім, мысалы кәдімгідей ұлттық тәрбие, кәдімгі енді біз қазір айтылып жүрген бір сөзің бір, мысалы қазақ тәрбие деп жүрміз ғой. Сосын шын мәнінде бір қазақ тілінің қайнарын кәдімгі қанып ішкен орта болуға керек сияқты. Ал неге? Өйткені мысалға бір мынау бүгінгі күндегі бір заманауи көзқарастарды қалыптастырған бір қала баласының бойында мысалға бір абайға деген ынтызарлықтың ойына қоюы неғайбыл. Неге? Өйткені бұның барлығы да сол мысалға бала кезден абайға деген ынтызарлықты баланың бойына сіңіретін ол ата-ана. Мысалға бір ғана сөз, біз көбіне осы үлкен сұхбаттарда, осындай подкасттардың өзінде біз көбіне ұмытамыз. Мысалға Қайым Мұхамедханов шын мәнінде кәдімгі қаланың баласы. Заречная Слободка деген сол 20-шы ғасырдың басындағы ол кәдімгі бар болған, қалыптасып қойған үлкен Слободканың кәдімгі тұрғыны болған қаланың қазағы. Соның өзі мысалға абайға деген адалдықты бала жасынан сіңіріп өсті. Оған әсер еткен кім? Әкесі Мұхамедхан Сейітқұлов. Көрдіңіз бе? Сонда осының барлығы да әсер еткен болар деп ойлаймын. Сосын тағы да енді бір үйдегі тәрбиеде де бізде де енді әрдайым мына абайдың танымында да сол ғой, бір мақтанға салынбау керек, бөспелікке салынбау, содан кейін негізгі жағымпаздық деген сияқты дүниелердің барлығын тиіп отыратын болса, біздің де мысалы сол шаңырақта да негізінде мен көп балалы отбасынан, сосын әкем мен анам үлкен жастағы кісілер болды, шыны керек. Мен енді үйдің кенжесімін. Сонда осы нәрсенің барлығын бізге бала кезімнен сіңіріп өсірді. Мысалға бәсең болсаң бәйгеге қосыларсың, асқақтасаң аспаққа ілінерсің дейді. Дәл осы сөз мысалы бала кезімде естіген осынау сөз әлі шын мәнінде қай кезде де бір көңіл түкпірінде, жүрек түбінде сақтаулы, өйткені бір бойтұмар ретінде сақтап жүресің ғой. Ал сол танымнан барып жаңағы абайға деген құштарлық, абайды тану, абайды білу, расында бүгінгі күнде мысалға біз қазіргі адам болу үшін бізге не керек? Мысалы шын мәнінде қарасаңыз жаңағы бізде бәрі бар. Шын абай заманымен салыстырғанда бізде барлық дүние бар. Техника деңіз, көліктің неше түрі, зәулім сарайлар, ақылды үйлер, бәрі бар. Бізде қазір сол мейірім, махаббат қой. Рас. Кәдімгі адамды адам етіп тұрған нәрсе. Жылулық, адамгершілік. Мысалы осы нәрсенің барлығын абайдың өзі негізгі шығармашылығын өзек етіп алып отырады. Адамды сүй, Алланың хикметін сез, рас, не қызық бар өмірде, одан басқа өзіңіз ойлаңыз. Расында мынау бүкіл махаббаттың өтеуі шын мәнінде махаббат. Сондықтан осы бір орта сол отбасындағы тәрбие әсер еткен болар.
Жақсы, рахмет, керемет. Енді жалпы абай арқылы танып жатырмыз. Осы әдебиет саласына жалпы өзіңіз қалай келдіңіз? Енді біз сізді шабыт фестивалінің лауреаты ретінде білеміз 2013 жылдан бері қарай. Сол фестивальде жаңағыдай жеңімпаз атандырған жынды әңгімесі қалай келді деген көкейде сұрақтар туады. Сонымен қатар сіздің енді жазу стиліңіз ерекше, бір иронияға толы деп мен өзім ойлаймын. Бұл стиль өздігінен қалыптасты ма? Жалпы балалық шағыңыздан бері қарай айтсаңыз, осы әдебиет саласына қалай бет бұрдыңыз? Жақсы, рахмет. Иронияға толы, оның астында үлкен астар жатыр. Жылды оқыған адам ғана түсінеді. Сіздерге бізден бір кеңес болсын, жазып қойыңыздар. Әлеуметтік желіден іздесеңіздер, Google арнасынан да Қуат Қиықбай жынды деп жазсаңыздар, өте қызықты әңгіме оқуға кеңес береміз. Қуат Қиықбай жынды деген күшті тіркес екен. Рахмет. Енді сіздер бағана басында да айтып жатсыздар, енді мысалы бір танымал жазушы дейді. Рас, осы бір осындай кездесулерде шын мәнінде қысыласыз ғой, енді өйткені осы бір сөздерге расында енді сіздер саймын ба бір, сосын сіздердің сөздеріңізге, сіздердің тіркестеріңізге сыйып отырған сөз кейде енді расында ақыл болса, мына іште бір өзінің бір байлаулы дүние болатын болса, құлаққа сыймай қалса жақсы да, мысалы оның бәріне мысалы семірмеу керек. Сол одан кейін енді рас, енді сол біздің бір жұлдызымызды жаққан сол жынды әңгімесі. Өйткені 22 жасымда 2012 жылы ақпанда жазғам. Енді бұл туралы өте көп те сұхбат берілді, көп те айттық. Расында біз оны қайталаудан да жалықпаймыз. Жынды сол бір 20 жастан асқан кездегі менің осы бір қоғамда көріп жатқан бір дүниелерді өзімше парықтап, сосын жаңағы сіз айтып отырған оның ішінде де бір жаңағы сарказмда, әзілге бір мынау қыршып алатын жерлері барлығының бар екенін білеміз. Ол жерде де енді мысалы дәл осындай бір бейресми сұхбаттан да бөлек жалпы күнделікті өмірде енді менімен жақын араласатын бәрі біледі. Менің құрдасым да жақсы біледі деп ойлаймын. Бізде мысалы анау қалжың, әзіл деген сияқты дүниелер мысалы ол қашанда адамға керек. Өйткені мынау Тақиялы періште кинофильмде айтатын сөз бар ғой. Тайлақтың образында айтады ғой. Адам ақылды бола беруден де шаршайды ғой кейде. Сондайда ол керек, ана бір сана серпілу үшін әзіл, қалжың деген сияқты. Бірақ ол ана қатты абай айтқан сияқты орынсыз ылжаң жаңағыдай шын мәнінде бір қылжаң-қыржаң дүние болып кетпеу керек та. Иә, арзан күлкі болмау керек. Содан кейін енді жындыны бұл шын мәнінде бір 2,5-3 күннің ішінде ғана жазылған. Иә, бастан аяқ алынған ба, кешірім? Иә. Ол шыдамай бара жатыр. Өмірден алынған, өйткені кәдімгідей біз барлығын көріп жүрміз ғой. Мысалға бір мынау жасалып жататын әділетсіздіктер, оны мысалға қазір білесіз бе, біз кейде мен өзі осы тарапта кейбір осындай нәрсені айтқанда біреулер айтады, мысалы сіз билікке жағыңыз келеді, немесе мысалы осындай бір атқарушы билік өкілдеріне көріну үшін де айтасыз ба деп. Жоқ, олай емес. Бізде мысалға шын мәнінде қазір біздің қоғамда жаттанды болып кеткен тіркес Акимат куда смотрит деген әңгіме негізі жалпы адам тоқтатуға керек деп ойлаймын. Шын менің өзім жеке пікірім. Неге? Мысалға адам кәдімгі мысалға біз осы бір әділетсіздік деген нәрсені тек үлкендер емес, мысалы кіші, мысалға өзі жай ғана қарапайым ғана қызмет ететін адамдардың арасында да осы бір дүние мысалы көрінеді шыны керек. Тек қана мысалға бір үлкен кісілер мынау әділетсіз болды, мынаны сатып алған деген нәрсенің барлығын, тіпті осы жемқорлық деген нәрсенің барлығы қайдан шығып жатыр деген кезде біз өзіміздің тіпті білместігімізді, біз өзіміздің надандығымыздың өзін ақшаға сатып алып жатырмыз. Рас, біз осы нәрсені ашық айтуымыз керек. Сонда осы жынды әңгімесіндегі осы бір әділет болып жататын, орын алып жататын әділетсіздіктер, сосын біреу мына кісі жақсы, мына кісі жаман дейтін болса, иә ол жаман деп бір адамға күйе жаға беру деген сияқты дүниелердің барлығын иә сосын болып тұрады. Иә, сосын тағы да бір айтатын нәрсе, енді сіздер мынау біздің барлығымыздың өзі саламыз, руханият, бәріміз бір-бірімізге жақын қызмет атқаратын, тіпті біз әріптес те болғаннан кейін сіздер жақсы білесіздер. Шығарма деген ол кәдімгі мозаика ғой. Мысалға сіз екеуің отырған осы екеуіңізде менің болашақ кейіпкерлерім болуыңыз мүмкін да. Иә, мысалға біреуіңіздің күлкіңізді, біреуіңіздің сөзіңізді, біреуіңіздің қимыл іс-әрекеттеріңіздің барлығын алып соны құрау, жинақтап. Иә. Шын мәнінде енді бұнда жынды әңгімесінде Татьяна Асылзадайна дейді, рас біздің өзіміз әлі күнге дейін сол осы семейдің шетінде әкеміздің шаңырағында тұрамыз. Сонда мысалы шын мәнінде жаңағы Таня есімді көршіміз болды. Сол жаңағы оның айтатын дүниелердің барлығын біз бала енді
шамамен ол кісі мен 20-21 жасымда қайтыс болды. Ол кезге дейін мысалы бала кезінен көріп жүрдік, ана баласы істі болып істі болғанға дейін кәдімгідей сол ұстаздық уақытта қызмет, және кәдімгідей кейін, өзі сол тарих пәнінен сабақ берген, барлығы да болған. Бірақ ана бір мезетте, бір сәтте білесіз, ол адам өзінің бір үміт етіп жүрген нәрсесі ана үшін мысалға баладан артық ешкім жоқ та. Енді ол мәңгілік үміті ғой, шын. Кімнің, Абайдың айтатын сөзі ғой, ата-анаға көз қуаныш, алдын алған еркес дейді. Бүкіл мысалы біздің үмітімізде, біздің орындалмай қалған мақсат мұратымызда, жетпей қалған арманымыздың барлығы да сол бір жапырақ қана өзіміздің жанымыздан, құрсағымыздан, белімізден жаралған баланың бойынан соны көргіміз келеді. Сонда анау жаңағы үміті үзілген, арманы жоғалған ананың кәдімгідей ашынысы да. Одан бөлек енді әңгімеге де кірмей қалды. Бір дүкенге жаңағыдей ұрлыққа түскен, тағы да басқа да мысалы оқиғалар болды. Көрдіңіз бе? Иә, ол кәдімгі осы нәрселердің барлығы болды. Соң бір бала кезде қатты әсер етті. Сол кейде бір айтам, осы нәрсенің барлығы да кейде жадымдағы жатталып қалған, жадымда кәдімгі бір таңбаланып қалған жазулар ғой, шын мәнінде. Бізбен көріп жүргеннен кейін жанға жақын әсер етті. Иә, содан кейін де енді осыны сол 2013 жылы біздің бір жұлдызды сәтіміз, үлкен пьедестал, биылғы жылы бақи көшкен жазушы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері, лауреаты Әкім Тарази 23 жаста сол сыйлықты қолымызға ұстатты, үлкен жаңағыдай Елорда төрінде. Рас, одан кейін де бір оны рас мойындау керек. Шын адам өзі жас кезінде максимализм жаңа қуат бар ғой. Жаңағыдай мынаны алсам, мына нәрсені бүйтсем, сөйтсем деп. Иә, сол кезде бір кәдімгі бір мынау ішке үлкен бір кәдімгідей мына жүрекке кәдімгідей бір құйылып түскен қуатты, күшті барлығын берді рас. Сол нәрсе. Ал егер де мысалы дәл сол 23 жасымда сондай бір биікке, сондай бір жетістікке жетпеген болсам, биікке көтерілмеген болсам, онда бәлкім ойлаймын бір қатардағы бір мәдениет саласының бір қарапайым ғана жай ғана қызметкері болар ма едім. Иә, онда мысалы тек қана бір бағытта не музейде онда жүрер ме едім, немесе жаңағыдай жазушылық деген, шығармашылық деген нәрсе онда болмайтын бе еді деп ойлаймын. Жалпы жаңа балалық шағыңызды айтып өтіңізші, сол қызықтырақ болды. Негізінде әдебиетке қалай келдік деген сол қызығушылық. Ішінде біреу болды ма, әлде өзіңіз бала кезіңізден жаңа Абай әжесінің әңгімесін тыңдап өсті дегенде ғой, сізде қалай? Енді бұл былай ғой, мысалға кейде бір өзіміз үйде де сұхбаттасып отырмыз, сонда қызым да сұрайды ғой, әке, сіз бала кезіңізде осы кім болуды армандадыңыз деп. Ой, мен біраз нәрсені армандадық қой деп. Ғарышкер болудан бастап, иә. Біздің сол қыз, енді былай қарасаңыз бар ғой, сол ол ғарышкерлік дегенде бар ғой. Ол енді бір арманның шегі сол ғой, баланың қиялы да жоқ. Ол да бір биіктік қой негізінде. Өзіңіз көріңізші, енді кәдімгі бүкіл аспан көгінде, кәдімгідей жерде барлығын танып, көріп, біліп тастағаннан аспанда болды деген, иә. Сосын жаңағы бала біздің енді сол қара шаңырақ деп әлі күнге дейін әкем айтады. Бір бақ қонған, құт тараған шаңырақ қой. Сонда әкем отырғаннан кейін де солай әлі күнге дейін. Сонда әжемнің бір ертегілерін естіп өстік. Сосын бір жылы мынандай бір оқиға болды. Ол сол 8-9 жас кезінде, сосын әжем жаңағы мынау үлкен кісі, енді ол кезеңде 80-нен асқан кісі ғой, сонда құлап кәдімгі ауыл үйдің ішінде жүріп, содан кейін бір жамбас мертіктіріп алды да, ол кісі кәдімгідей төсекте жатып қалды. Енді үлкен кісі адам, жаңағы сүйек бітпейді, ол кәдімгі көп уақыт керек қой. Соң ана кісінің қасында отырып таңнан кешке дейін кәдімгідей. Енді ол кезде бір демалыстар бар, дәл бүгінгі күндегі сияқты бір уақыт жетпейді деген сияқты бүгінде бір мәселе жоқ. Мысалы, біз сабағымызды тез қарап тастаймыз ба, әлде үйде өзіміз сол көп жүреміз ба, білмеймін. Сон қыстың кезі ол, жақсы білемін. Сол бір қыстыққа демалыс болуға керек. Енді мен дәл қазір есіме түсіп отыр. Сонда ана ертегі айтамыз ғой. Әжемнің ертегісін күнде тыңдаймыз. Сосын ана кісіге әжемізге енді ойдан ертегі шығарып, сол кезде мынандай болған екен деп, ой, мына жақсы ертегі екен, мен мынаны оқымап, естімеппін дейді. Сол кезден қалыптасқан екен ғой сізде. Сосын сол фантазияға шек жоқ қой, ештеңе тежемейді, телевизор жоқ, телефон жоқ, гаджет жоқ, қиялдың шарықтау шегі болып. Жаңағы Үшбиік ауылында, бүгінгі енді Жарма ауданы, сол Үшбиік ауылында Ақтайлақ би атындағы орта мектептің оқушымыз бір 10 жасымда, бір ол да бар ғой, мына
абай тойы сияқты да мынау Атланта болсын, Сидней олимпиадасы болсын, біз кәдімгідей қазақтың өзіне сенген кезде де сол кезде мына Бекзат Саттарханов, Ольга Шишигина болсын, жаңағы Ермахан Ибраимовтардың кәдімгідей мынау олимпиада шыңын бағындырып жатқан кезі ғой. Сонда ана шығарма жазу туралы бір тапсырма берді, сол бір қыркүйек қазан айы кезінде. Сонда солай шығарма жазып, сол кезде мақтап, одан кейінгі кезеңдерде бір ойдан жұмбақ шығару, мақал мәтел шығару деген сияқты мынау әдебиетке деген ынта ойы. Иә. Сосын қазір енді былай байқайсыздар ма, негізінде шын мәнінде былай мән беру керек, барлық балаларда солай мына әдебиетті негізінде кез келген адам негізі мына шығармашылыққа бәрібір бейім болып тұрады. Ана өзі бір ситуациядан шығу жолында да мысалға жаңағы бір ойдан сөз құрап жіберу, тіпті өтірік айту дегеннің өзі де творчество негізінде. Шын, өйткені бар ғой, ол қисынын келтіріп қисынын келтіріп, жігін жатқызып айта білу дегеннің өзі де шығармашылық. Ол мысалы кім көрінгеннің қолынан келе бермейді. Мысалға бізде өзі қатарластарымыздың ішінде мысалы бір аңқау адамдар болады, мысалы бір түсіп қалады, бірдеңені айта алмайды. Ол солай болды ма десең, иә деп артынан айта салады. Ал оны жаңағыдай өтірік айтып бір қисынын келтіріп жіберу дегеннің өзінде де ол кәдімгідей бір шығармашылық. Білесіздер, жарық сөнуші еді ғой бізде. Ол кезде де мысалы әрдайым қиял, ол кезде де кәдімгі бір расында негізінде мен ойлаймын, мысалы бір 90-шы жылдарда кейде мынау жаңағы бір елдің сонда мына соны айтамын, мысалы қарасаңыз ана бір елдің өзімізге сену екен ғой. Өзіңіз ойлаңызшы, енді қаншама жыл бойына анау жаңағы Ресей патшалық үкіметінен басталған, сосын жаңағы Кеңес одағы бар, бір бодандықтан бәрінен босаса да адамдар бар ғой, сонда бәрібір де өзіңіз ойлаңызшы, енді тамақ табудың өзі қиын болып отырса да кәдімгі бас қосулар, кәдімгі мынау жаңағы соғым басына жиналу деген нәрсенің бір-біріне қонаққа үлкен той болатын ғой, үлкен той, кәдімгі бүкіл бас қосулар, жай ғана бір жаңағы біреу мектеп табалдырығын аттады, мектеп жаңағыдай бітірді деген нәрсенің барлығы да үлкен той, үлкен бас қосу, жаңағыдай бауырсақты шашып беріп жаңағыдай себеп болса болды. Иә. Көрдіңіз, қарасаңыз рас, ол балалық шақ қай кезде де болсын қадірін білген адамға ол бақыт қай кезде де бар да. Біз мысалы осында бір жаңағы жоқшылық көрдік, бүйтік сөйтік деген нәрсе емес. Кез келген адам өзі бір сезіне білгенге, мысалы 2000 жылдардың да өзінің бір қиыншылығы бар. Расында шыны керек, тек қана 90-шы жылдар ғана емес, одан кейін 2010 жылдарында мысалы бір өзінің қиыншылықтары бар шығар, шындап келгенде. Бірақ расында сол бағалай білген адамға расында бақ қонбайтын сияқты. Біз сол кезден ойлаймын, енді бір көп отбасында ана Қалқаманның өлеңінде, мен бір жақсы көретін Қалқаман Сариннің өлеңінде Архаттағы біздің үйде өлең жазады, ауыл түнді жамылып гүл тылсым күйген етін деп. Сол сияқты сол өлеңінде де бір көп балалы отбасында қызық қуаныштарды айтады ғой. Сол сияқты сол нәрсенің барлығын біз басымыздан өткердік. Мынау ағамыздың сыймай қалған жейдесін біз киіп, мысалға аяқ киім болсын, бәрі болсын. Сосын бізде тағы да бір осы жаз кезі ғой, енді дәл қазір айтуға керек, бізде бір маусымға арналған бір киім болатын. Сонда жаңағыдай ең мықты ойнайтын команда сол 2000 жылдар ғой, 98, 2002 жылдар мысалы әлем чемпионаты өткен кез, содан кейін Европа кезеңі, жаңағы 2000 жылдар, 2004, 96 жылдар, сонда қарасаңыздар, ана бір кедабутсы, білесіздер ғой, жасыл кедабутсы, сосын жаңағы жейде асты үстімен қарасаңыздар, бізге соны береді. Бір жыртылса да, доп жоқ болса да, кәдімгі бір балалардың бір-біріне деген жақындығы керемет болатын. Соны қазіргі кезде мен де сол нәрсені айтқым келеді. Біз қазір балаларымыздың барлығы үйде қалып қалды да, шын. Мейлінше шығарсақ сыртқа, бәрібір бір-бірімен баланың тілі бал ғой, олар өзара бір-бірімен жақсы тіл табысады. Дәл қазір біз сіздермен қалай сырласып отырмыз, сол сияқты олар да ақтарылады негізінде. Қазір балалар телефон. Иә. Сол біздің де мысалға қазір мына құсалық, депрессия деген бәрі қайдан басталады адамда. Біз қазір жалғыз қалдық та, өзіміз бір-бірімізбен бетпе-бет қалдық, ана көре береміз. Ана сөйлескен кезде мысалға мен сіздердің алдарыңызда мысалы бір мезетке тежелмей айта бергім келеді да, өйткені ішімді ақтарып тастап бір жеңілдеп алғым келеді расында. Алмай жатып мені құрдас деп жатсыз. Мен өз жасымды барынша жасыруға тырысып жатсам, Қуат мырза құрдаспыз деп жатыр. Расымен де құрдаспыз. Мен де сол 90-шы жылдарда балалық шағымды еске алып өтсем, расымен де солай болды. Жарық жүйесі өнетін, халықта тек қана үміт болатын. Бірақ мен өзімнің балалық шағымды сіз сияқты жаман өтті, қиын кез болды деп сіз сияқты қолдаймын айта алмаймын.
келісемін сізбен, рас, ол біз үшін ең жарық кезең болды. Себебі біз өмірдің дәл бүгінгі күндегідей болатынын салыстыра алған жоқпыз. И дәл сол кезде біз үшін ол ең тамаша күндер, анамыздың жылы алақаны, ыстық сүт, ақ нан, далада жүгіріп доп ойнаймыз, ұлдар қыздар бөліну жоқ, бәрібір балықша ыстық естеліктің кезеңдері, және ол өмірдің нормасы болды, барлығы тең болды. Ол кезде бірінде телефонның бренді мынандай, екіншінің телефонның бренді мынандай деген салыстыратын, ешқандай бір-бірімен жарысатын, бәсекелесетін норма болмады. Сіз айтып отырғанда ойланып отырмын да, мысалы қараңызшы, қазір біз балаларды айтып жүрміз, ойбай балалар телефонда бүйтеді, сөйтеді, қалды деп. Мүмкін ол да олардың өздеріне қызық шығар да. Енді қазір мысалы олар өздерінің бір-біріне мынау стористар болсын, статустар салынады, әлеуметтік желіде бір-бірлеріне және пікір жазу, мүмкін ол да өздерінде, олар шын өз әлемінде қызық. Мысалы рас, біз өйткені мына үлкен мен жастың арасындағы осы бір текетірес, ол өмір бойына тоқтамайтын дүние ғой. Мысалы бізге ата-аналарымыздың бір көңіл толды дейсіз ба, мысалға ол кезде де мысалы олар ойлаған шығар, мыналар неге мысалға ақ таңнан қара кешке дейін доп қуып ойнай береді екен, мына қыз бала неге үйде болып бір іс үйренбейді, мысалға мына ұл неге бүйтпейді екен, неге бұзау бақпайды, неге қозы бақпайды, мүмкін олар да ренжіген шығар іштей. Бұның түсінбеушілігі ол қалатын мәңгі тақырып қой. Тургеневтің өзі жазып кетті ғой, Акция дети деген шығармасында. Таңдағым, одан кейін өзі бірінші жыл түсе алмай қалдық, екінші жыл, үшінші жыл дегенде расында одан өзіміздің жақын жуықтар, ұстаздардың өздері де айтты, басқа мамандық таңда деп. Жоқ, мен айттым, негізінде мақсатым осы шығармашылық жолға түсу, жазушылық дегенді айтып, сол қазақ тілі әдебиеті деген нәрседен айныған жоқпыз. Сондықтан бірінші кезекте бір жас күнімдегі, бозбала сәтімдегі бір мақсатым рас орындалды, оған енді қол жеткіздім. Қолдау білдірген сол шын мәнінде енді ата-анам ғой. Қайратты болу керек дейсіз ғой. Қайратты болу керек, басты мақсат. Арманыңнан қайтпау, өзіңе адал болу. Бір үйде екі жазушы деген қиын емес па сіздерге? Бір үйде екі жазушы қиын ол. Сосын енді жазушылық, әдебиеттік деген бір өзі сезімтал әлем болады ғой. Ол адамдармен сөйлесудің өзі шығармашылық адаммен дүниесі бөлек қой. Қалай сөйлесесіздер? Ол қиын, мысалы бізде бір кейде оның шығармашылығы туралы өзіңнің бір ойларыңда бір мақтаулар болады, мысалы жақсы сөз арнайсың ғой, шын мәнінде өзің білгеннен соны айтып жатқан кезде кейде бір өзінің бір жан-жарын, бір әйелін мақтап жатқан сияқты болып көрінеді ғой. Ал шындап келгенде бір ең алғаш осы танысқан күннен бастап сол шабыт фестивалінде таныстық қой, мысалға сол Ақтөбенің қызы Әйгерім Қиықбай, оны бір өзінің шығармашылығын мойындадым рас. Ең бірінші мен осы бір нәрсені көп айтам, бізде ақындық деген, жазушылық деген нәрсені біз қазір көп нәрсені ақыры бір енді кейбір келіспейтін де шығар, енді мүмкін пікірлерде жауатын шығар қазір астында. Сонда қарағанда мынандай болды ғой, ақындық деген мысалы біреуге ғашық бола салады, жаңағыдай әйел тастап кете береді, анаған анаға мысалға бір гүлден гүлге қонып жүретін ара сияқты қылып мысалы қазір көреміз, болып та жатыр да осы нәрсе. Сонда ақындықты осындай нәрсе бір салсерлік деп те қабылдайтын адамдар бар. Шығармашылықта, жазушылықта ал шындап келгенде бұл мен айтар едім, ең бірінші адам ақын болу үшін және басты нәрсе өмірге мысалы адам болып келдім, адам болу керек та, таза болу керек. Және сіздер айтып отырған адалдық деген нәрсе сол да, өзінің негізінде ойлаған дүниесіне адал болу, ақын болу, шығармашылық адам болу, жазушы болу деген ол ең бірінші адам. Сосын енді адам ретінде әрине мысалы ренжітпейді емес, сөзге келіспейді емес, ол келіспей қалатын, келісетін сәттер барлығы да болады. Бұл жерде басты нәрсе ең бірінші түсінісу ғой. Мысалға бір әйел адам бүйту керек, мысалға бізде қалай, мысалы ой қатын ғой бүйту керек, сөйту керек деп қана айтамыз. Ал шындап келгенде ол ерім деп мысалға жаңағыдай иілетін сәттерде иілсе, одан кейін мысалға бұл бір қатыным еді, пәленім еді, түгенім еді деп мысалға бір үлкен бір дөрекілікке салынбай, расында еркелететін жерде еркелетіп, бәрібір енді адам болғаннан кейін бар ғой, өзіңнің отбасың, өзіңнің әйелің болғаннан кейін сол дәл сол бір ситуациядан шығу үшін адам рас көбіне ақылға салу керек қой. Ол жаңағыдай эйфория, эмоция, эгоизм деген нәрсенің бәрі ештеңе жеткізбейді. Иә, мейлінше қолдау танытамын. Өткенде ағамның ақ ұшағы кітабының ашылу салтанатында көрдік. Алып ұшып жүгіріп, ол қиын екен негізі. Лүп қолдырыл. Енді содан ақ сіздің жақсы ол қиын екен негізі. Мен отыруым керек еді деймін да, бағана басқа бір жақыным әрине ол деген менің өзімнен артық қой. Мен мысалы сол қызым, одан кейін жаңа келіншегім үшін сол үлкен бір сахнаға шыққанда әрісі
дәл қазіргідей мысалы сәттерде бір толқымайтын шығар. Мен мысалы дәл қазір бір жасанды нәрсе емес, сол сіздерге өзім ойлайтын бүкіл ойымның бәрін ақтарып отырмын ғой. Сол сияқты нәрсе. Ал мен мысалы қызым балет мектебінде биыл 3-ші сыныпты бітірді. Сонда үлкен сахнаға шыққан кезде мен көре алмаймын, рас шынымды айтайын. Сол енді үйде бір бұзықтар бар. Сол ұлдар ертең мысалы спортшы болатын болса қалай болады білмеймін. Сізді қонаққа шақырмас бұрын сіз туралы біраз зерттедік, қарастырып оқыдық. Әлеуметтік желілерде белсенді екенсіз. Сіздің бай кітапханаңыз бар екен. 2000-ға жуық кітабыңыз бар деп естідім, иә. Ең сүйікті кітабыңыз қандай? 2000 емес, ол бар ғой, бейресми ақпарат десе. Жоқ, ол былай ғой, кітаптен саннан жаңылдық қазір. Нақты қанша екенін білмеймін, әйтеуір жинадық, бір жылдары бір кітапханаларға өткіздік. Енді шын бір жақсы көретін, бір көңілден шығатын кітап деген, ол бір уақыт сайын өз кімнің Чеховтың айтатын сөзі бар, надан адамның пікірі ғана өзгермейді. Дайым өзгеріп отырып, бір жақсы кітапты оқиған кезде де, мысалға, Ғабиден Құлахметтің осы биылғы жылы бізде мына ұлттық кітап күні қарсаңында барлығымыз айтып жаттық қой. Бір кітапты жарнамалап жаттық. Сол кезде бір өзім есептеп қарасам, 23-ші, 24-ші ұлттық кітап күніне дейінгі, жаңа жылдан бастап ұлттық кітап күніне дейінгі аралықта 19 кітап оқыппын да. Былай сол енді шын менің өз психологиямды тапқан кітаптың барлығы да менің сүйікті кітабымда. Өзімді тапсам болды. Осы әлеуметтік желіде кеше шығып жатыр ғой. Президентіміз осындай кітаптарды оқуға ұсыныс білдірді. Ал сіз қандай ұсыныс білдіресіз жастарға? Ол айтып отырмын ғой, ол кіші өте қиын да. Мысалға бізде мына айтады, 100 кітап осындай деген сияқты нәрсені айтады. Меніңше кішкене әлі осы нәрсені пысықтау керек сияқты. Рас. Оны санамалап өсіру керек, мысалы аудиторияға бөлу керек бәрібір. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Келесі бір тақырыпқа көшсек, әкімшілік қайда қарайды деген тақырыпқа көшсек, өте ыстық және жаратын тақырыптардың бірі ғой. Өзіңіз білесіз ғой, енді абай танушы болғандықтан, Құнанбайдың бірнеше мәрте болыс, би болған, абайдың өзі болыс болып, одан кейін билікті ұлдарына Ақылбай мен Мағауияға тапсырған, иә. Жалпы сіздің ойыңызша байқасаңыз, қазір басшылық, бастықтар, әкімдердің барлығы жасарып бара жатыр жыл сайын. Өзіңізбен құрдас, бізбен құрдас әкімдер көбейіп кетті, иә. Қалай ойлайсыз? Мансапқа қызығу дұрыс па? Бұл бар ғой, мен білесіз бе, мынандай өзіңіз мансапқа қызығасыз ба? Кешірім өтінемін. Мансапқа қызықсам мен онда әкіммен отырар едіңіздер де? Жоқ. Онда бар ғой, білмеймін енді. Қалай бұл мынандай нәрсе, осы нәрсенің барлығы адамның өзінің бір бойында болатын сияқты. Мысалы біз қазіргі осы музей саласында шығармашылық, осындай сұхбат деген нәрсені бәлкім осы нәрсе біреуге қызықсыз болуы мүмкін де, шындап келгенде. Сол нәрсе бір қатты көңілімді толтырмаған сияқты. Неге? Өйткені мен 25-24 жасымда әкімдікте қызметке бардым. Мен сол бәлкім ойлаймын, мүмкін қазіргі бір қызықпайтыным, қазіргі бір сондайлық ынтызарлық болмайтынына сол бір күшігімнен талант тастаған шығарым деп ойлаймын. Шын мәнінде бір сол ортаны көргенсіз. Көрдім, ерте көрдім, сол қазір қуанам. Қазір мысалы менің жасымда бір балалар мынау әкімдікке қызметке ауысып жатқан кезде деп басым шайқаймын. Өйткені ол бәрібір ол мысалы ауысып жатқан дегенде де адам соны қаласа, ол түбі бәрібір табады. Жастар келіп жатқаны ең біріншіде көңіл қуантады. Бізде мысалы былай қарасаңыз 35 жаста негізінде, қазір енді мысалға 35 жасында мысалға осы тәуелсіз қазақ елінің тарихында осы өңірдің, осы облыстың әкімі болған Ғалымжан Жақиянов мысалға 35 жаста. Біз қазір 35-те кішкентай, жаңағыдай жас, ол тәжірибесі жоқ деген нәрсені айтамыз. Ал расында негізінде өзі білетін болса, өзі әрмен қарай жаңағыдай дамытып әкететін болса, неге мысалға біз 28 жастағы, 30-ға толмаған 27 жастағы жаңағыдай адамның өзін мысалға бір осындай басылымдарға бас редакторлық басшылық қызметке қоймау керек, қоюға керек. Бұл жерде мысалға мынандай нәрсе, қазір бізде сіздің сұрағыңыз сияқты бір сұрақты қойды. Біреулер айтады, қазір шығармашылық адамдарына көңіліңіз тола ма деген кезде мен жоқ деп айттым, бірақ артынан ол сөзден қайтуға тырыстым. Неге? Өйткені қарасаңыздар, мысалға
ақын адам үшін, иә, ғалым адам үшін, жазушы адам үшін, сосын қалай шығармашылық адам үшін, мысалы биші үшін, әнші үшін бір мекеменің бастығы болу деген мақсат болмау керек та. Әркім мысалға жаңағыдай әнші әнін салып өзімен өзі жүрсе, бірақ бұл жерде неге сол шығармашылық адамдарының барлығы да қазір мансапқа қызығады дегенде, біз қазір мына шығармашылық адамдарының құны жоқ қой бізде, шын. Бізде кәдімгідей мысалға пәленбай түгенбайұлы, түгенбай түгенбайқызы деген сияқты сондай нәрсе болмаса, бізде сонымен санаспайды. Ай, сен бір жерде бастықсың ба дейді. Жоқ, жай қызметкермісің ба? Деп қойды, болды. Одан кейін де өзің мысалы араласатын да араласпайтын адамдар, сондықтан мен өзімнің буынымдағы, өзімнің қатарымдағы қазір мысалға басшылыққа келіп жатқан шығармашылық адамдарының жанын шын мәнінде бір кісідей түсінемін да. Рас айтамын, өйткені оны еленбей қалуды қабылдайтын адам бар, қабылдамайтын адам бар да. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жердегі мәселе осы. Сосын тағы да бір айтатын нәрсе, бізде мына таныстыққа, тамырлыққа қарай басымдық беріп жүріп, кейде біз жастарды өсіріп жүреміз ғой. Сол нәрсе бұл қазіргі мына біздегі өзіміз мысалы жақсы білетін мәдениет саласындағы, өнер саласындағы кері кетулердің алды осыдан басталып жатыр да. Бізде қазір бүйтіп айтамыз, жастарға мүмкіндік берейік, барсын деп айтамыз, бірақ оның кәдімгі ана кәсібилік деңгейіне аса мән бермейміз. Көрдіңіз ба? Дайын ба? Тәжірибесі жете ме? Қандай нәтиже шығарады деген. Көрдіңіз ба? Сол бар. Сосын бағанағы мысалға дегенде мысалы сұхбат басталған кезде жаңағы атақ беру, марапатқа ұсыну деген нәрседе сол. Мысалы бізде қарасаңыздар, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігін алу үшін адам 15 жыл қызмет ету керек екен. Бірақ ол 15 жылға жеткізбей, кейбір адам мысалға 6-7 жылдың ішінде негізгі мақсатын орындап тастауы мүмкін да. Бірақ біз неге сол 15 жылды күтуіміз керек? Енді Абайдың айтатын сөзі бар. Биік, жаңағыдай шын мәнінде биік мансап, биік жартас дейді. Өзіңіз көріңізші. Кәдімгідей оған мысалға жылан да шығады, ұшып қыран да шығады. Ал шындап келген кезде 15 жыл бойына адам ештеңе бітірмеуі де мүмкін да. Әйтеу көптің бірі қолдың кірі болып, мысалға көптің ішінде, топтың ішінде білінбей жүруі мүмкін да. Бірақ ол түбінде жаңағыдай анандай атақ алып жатқанында шын шығармашылық адам, өзіне шын мәнінде жаңағыдай кәсіби өзінің потенциалына сенетін адам үшін әрине ол өкініш қой. Өзіңіз көріңізші. 20 жасында Әлімхан Ермеков мысалға Лениннің алдында бүкіл қазір біз міне мынау тұрып жатқан, өзіміз өмір сүріп жатқан осынау қазақ даласының бүкіл картасын, шекарасын бекітіп береді. 20 жасында, өзіңіз көріңізші. Сонда ол ақыл шын мәнінде жаңағыдай жаспен өлшенбеу керек. Бізде мысалы бір нәрсе бар ғой, мысалы тағы да біз Абайдың айнасынан шыға алмай қаламыз. Абайдың танымында тағы да бір сөз бар. Еңбегін сатқан кәріден, жаңағы сақалын сатқан кәріден еңбегін сатқан бала артық дейді. Өзіңіз көріңізші. Кәдімгі шын неге? Өйткені мысалы мен әрдайым мысалы сақалымды саудалап біреудің алдында жүруім керек. Ал шын мәнінде оның жаңағы еңбегі, ақылы артық болып тұратын болса, өнері үстем болып тұратын болса, неге мысалға мен неге жолымды бермеске, мысалы қарасаңыз, көрдіңіз ба? Сондықтан осы жақта осындай нәрсе бар. Сосын бағана бір енді Акимат куда смотрит дегендегі мәселе былай ғой. Мысалы қарашы, біздерде осы нәрсенің бір көбінде айтқанда келеді. Бағана бір сөз арасында айтып отырып шығып кетті де, айту керек болып тұр. Мысалы қарашы, қазір бізде өзіміз тұрып жатқан мысалға үйлер бар, өзіміз тұрып жатырмыз, мысалға бір тұрғын үй кешенде, соның төбесінен мысалға бір су ағып жатыр, мынаны жаңағыдай әкім неге келмейді, мынаны неге бүйтіп бермейді, сөйтіп бермейді деген нәрселердің барлығын біз мысалға айтамыз да, сосын қазір бізде сын деген нәрсе өте көп та. Бәрің оңбағансыңдар, сатып алғансыңдар, бүйтіп алғансыңдар деп жаңағыдай біз ана бояу жаға береміз, кәдімгі ішіне кіріп аралассаңыз. Бізде қазір сосын қазір сенесіз ба, мына біздің қоғамда қазір бірде бір жақсы адам жоқ қой. Өлісі де, тірісі де. Шын айтам. Өйткені, қараңызшы, мысалға біз айтамыз, Дінмұхамед Қонаев жаңағыдай Қапшағай осылай су қоймасын салған, бүйткен адам, сөйткен адам, тағысын тағы деп жаңағы тізбелеп айтамыз бір жерлерде, Википедияның ақпараттар бәрін айтамыз. Енді соған біреулер шат айтады. Ол Қонаев қазақ емес, ол татар болған, бүйткен, сөйткен деп. Көрдіңіз ба? Мін табады. Сосын енді қараңыз, мен ешқандай да қатысым жоқ, бәлкім енді қиып тастасаңыздар қиярсыздар. Мысалға бізге Берікуәли осында әкім болады деген кезде, қоғам біз кеттік қой, екіге жарылып. Ол журналист адам неге бүйтеді, ол неге осынау елге келеді, біз әлі көрген жоқпыз. Ол кәдімгідей әлі немеден Ақордадан жаңағыдай міне жарлық шықты, осында әлі мысалға жаңағыдай осында болды, жарайды, болды, шын айтайық. Ашық ақпарат көздерінен білеміз ғой. Бірақ өзінің жұмыс кабинетіне әлі жеткен жоқ. Біз оны бітті.
жан жақтан кеттік қой, ойбай ол журналист неге бүйтеді, сөйтеді, анау неге бүйтеді деп. Мәселе ол адамның адамдығы, жігіттің жігіттігі деген ода тұрған жоқ қой. Көрдіңіз ба? Сонда біз әлі күнге дейін осындай бір нәрседе тұрмыз да. Енді кейде бізде бір нәрсе бар ғой. Мынау билікте жүрген ағаларды, тағы да біреулер туралы айтатын болсаң, мынау жаңағы бір өз үйінде жүрген бала екен ғой. Жоқ, керек жоқ, ештеңе бермей ақ қойыңыздар, осы жүрген жерімізде жүре береміз маған. Бірақ шын мәнінде біз осы нәрсені барлық адам ақылға салып ойлау керек те. Абайдың айтатын сөзі ақыл мизан өлшеу ол дейді. Біз осы нәрселердің бәрін шын мәнінде ақылға салып, ақыл тарасына салып, кәдімгідей ақ қарасын ажырату деген нәрсе жоқ. Бізде бір нәрсені көреміз, мынау бүйтіпті ғой, мынау сөйтіпті ғой, бәленбай, түгенбай деген сияқты нәрселерді ғана айтамыз да, адамға мейлінше жаман бояудың барлығын, негативтің барлығын үйіп төгіп тастаймыз. Өзіңіз ал неге біз қолдау, мысалы, неге біз қолдау білдірмеске, неге біз мысалға шын мәнінде жақсы бір дүниеге жиылайық, мысалға арамыздан біреу шықсын, барлығымыз қолдау білдірейік. Қазір мысалға дәл сол журналист мамандығын меңгерген адам әкім, Абай облысының әкім болу керек па, керек емес па дегеннен де үлкен түйткілді мәселелер тұр ғой бізде. Мысалға біздегі жаңағы діни ахуал, өзіңіз ойлаңыз. Мынау мысалға кейінгі өсіп келе жатқан буын, өзінің тарихынан айырылып қалған мысалға буын білуге тиісті, олар ұғуға тиісті, олардың біз бойына сіңіруге тиісті қаншама тәрбие жатыр. Мен кеше кәдімгідей шын өзім бір кісідей разы да болдым. Қол алып енді беріп жатқанда да бәрібір де енді мынау қазақ тәрбиеде өскен адамның бәрібір бір ерекшелігі бар да, соны көрінеді. Сонда кәдімгі бір сол нәрсені сезінесің да. Мына бастық деген нәрсе бүйтіп отырып айналайын, сен шай құйып бер, сен тамақ дайында деген емес. Бастық деген нәрсе қол астында істейтін 100 адамға басы қату керек кәдімгідей. Ол жаңағы біреу қиналып жүр, мысалға ол жұмыс жүрмей жатыр. Неге жүрмей жатыр? Неге менің қызметкерім кілтін таба алмай жатыр? Сол нәрсені барын ойлау керек қой. Бізде бастық бол деген былай ғой, отырады, шай құйып бер, тамақ дайында, анан сөйтіңдер, мынаны бүйтіңдер. Ол емес, кәдімгідей мейлінше жаңағыдай алдап та қызмет істеу деген нәрсе бар да, кәдімгідей рас, жаңағыдай жақсылығын кейде асырып тұрып айтыңыз. Міне осында жақында ғана осындай бір дүние өтті, соны ұйымдастырған мысалға Әйгерім ханымға көп рахмет. Мысалға Жадыра, сіз осы жолы мен сіз осындай дүние күткен жоқпын, сіз осы жол керемет жарадыңыз. Мен сізге разымын. Міне осындай нәрсе керек те, бізде айтып тұрмын, мысалы, мейірім махаббаттың жүрмейтін жері жоқ та. Ең бастысы адамның бір-бірімен ара сосын сол нәрсе. Мен енді сіз жаңағы мансап дегенге толыққан жауап бердім деп ойлаймын. Рас, бізде нәрсе сол ғой. Мысалға бір адам барады, сосын жаңағы бастық болып жүру ғана болды. Әдемі киінеді, ақжейде, соны жақсы сөйлеу, Абайдан бір-екі цитат келтіру міндетті түрде, сондай ғана болды. Ал негізінде ол жаңағы шын ғана шын оқып, ішіне тереңдеп кірсе, мейлінше сол қарапайымдылықтан артық ештеңе жоқ. Оны айтып отырған менің, соны қазақ баяғыда айтыпсан ғой, ұлық болсаң кішік бол дейді, болды. Басқа түкте жоқ. Дұрыс айтасыз. Енді ойландырып жүрген жоқпын ба сіздерді? Ойландыратындай дүние айтып жатырсыз, ойланып кеттік. Жақсы. Енді Абай тақырыбына қайта оралсақ, жалпы сіз қалай ойлайсыз, Абайдың толық адам концепциясы 180 жылдан кейін де өзекті бола ма? Әрине. Оған біз кәдімгідей имандай сенуіміз керек. Өйткені бар ғой, кәдімгідей күннің шығатынына, бататынына біз қалай сенсек, біз сенуіміз керек. Өйткені адамды бар ғой, алға сүйрейтін нәрсе сенім. Мысалға, біз үмітсіздік деген нәрсе, Абайдың өзі айтады, үмітсіздік деген қайратсыздық қой. Қайратсыздық дегенде ол кәдімгі адамның өзінің бір ішкі қуатын айтып тұр ғой. Көрдіңіз ба? Мына Абайдың шығармашылығын мысалға Кеңес одағы кезінде неге мысалға біз осы 40-шы жылдардың аяғында, 50-шы жылдардың басында Абай тақырыбын жауып тастады? Олар жаңағыдай нақты мақсат түрде қойды. Бекмаханов неге қудалады? Хан кененің тақырыбын неге жауып тастады? Содан кейін ол жерде тағы да мақсатты дүние болды. Қазақ өзінің кім екенін білмеу керек. Хан кенені танитын болса, олардың рухы оянады. Мынау батырлық рух, бүкіл наматтық рух оянып кетеді деді. Сосын Абайды жапты. Неге? Енді қараңыз, мен сіздерге бір қарапайым нәрсе айтайын. Абай жолы. Неге Абай жолы? Сіздер жақсы білесіздер. Ол жаңағыдай Абайдың Семейден шығып Жидебайға баратын жол емес ол. Абай жолы деген ол адалдық жол, әділдік жол. Неге ол көркем туынды болса да Абай жолы деп жазылып тұр? Өйткені мысалға өзінің туған ағасы болса да мысалға Тәкежан әділетсіздікті қолдай ма, Абай мысалы бас тартады. Ол кәдімгі шын мәнінде адалдық жол деген сол. Сосын Мұхтар Әуезовтің бұл жерде мынау сол заманға, сол қоғамға протест көзқараста беріп отырған нәрсесі Абай жолы дегенде ол кезде жол деген нәрсе көп болған ғой, шыны керек. Ленинизм,
марксизм жаңағыдай ойбай бізде жаңағы бүйтеміз, коммунизм жолы бар, бәленбай түгенбай деп. Сонда мына астар мен емеурінмен беріп отырған Мұхтар Әуезовтің сөзі, оның ойы абай жолы дегенде мынау коммунизм, құдайсыздық, имансыздықтың барлығы адастырады, қазақты алып шығатын абай жолы екенін әйгілеп отыр да, көрдіңіз бе? Жалпы абайдың шығармашылығына тереңдеу үшін адам дайындықпен келу керек. Сосын жаңағы мысалға бізде біреулер музейге келеді ғой, енді білмеймін, бәлкім қиып тастайсыздар, көресіздер. Мысалға бізде мынандай нәрсе бар, ана брат, братан, бәленбай деп, мысалға брачка деп сөйлеп жүрген кісілер айтады, осы абайды қалай түсінуге болады дейді. Ең бірінші оларға жаңағы сол айтып отырған жаңағы вирус сөздерді алып тастауға керек та, көрдіңіз ба? Мысалға неге братан, ағасы, жаңағыдай бауырым, інішек, көрдіңіз ба? Қарындасым, мысалға, сол сияқты мысалға айтып отырмын ғой, бұл жерде мысалға мен міне қазір бізді осы жерде кім көреді? Қазақ тілді аудитория көреді, рас қой мысалға, сосын мен сіздерден басқа ешкімге керегі жоқпын, рас. Сіздер менен басқа ешкімге керегі жоқ. Мысалы мен осы айтып отырған сөзді мен біреуге ақы төлеп отырып, құлыным мені осы 1 сағат тыңдашы деп өзге өкілін осы жерге әкеп қойсам да тыңдамайды мені. Мен сіздерден басқа ешкімге керегі жоқпын. Сонда абай да сол. Абай қазақтан басқа ешкімге жоқ. Сосын біз айтамыз, абай қатты сынайды, бүйтеді дейді ғой. Ол кәдімгі қазақтың өзінің баяғыда айтылып тұрған сөзі ғой. Жаңағы дос қой шын мәнінде. Абай дос бізге, абай. Сосын кәдімгідей сүйін, енді мысалға дос деген сол жылатып айтып отыр ғой бізге. Бір абайдың танымында мысалы жаңағы 1-ші қара сөзінен бастап 45-ші қара сөзіне дейінгі аралықта қарап отырсаңыз бәрі мысалға құндылықтар, тіпті мысалға жаңағы дін тану, Құдайды қалай тану керек, соның барлығын айтады. Аллаға ауыз қол емес, ынталы жүрек шын көңіл. Көрдіңіз ба? Біз мысалы тек қана аузымызбен жаңағыдай айта береміз, амандасуды мысалға арабтың бір-екі тілдегі сөздердің барын айтамыз, анау мынау деп айтып қана жүрміз. Ал шындап келгенде ол іспен. Сосын абайды мен кейде бір ойлаймын, алдында да бір өзімнің жазбаларымда мен енді биылғы жылға өзім жоспарлап жүрмін, бір кітап жазғым келеді, осы абайды түсіну, тану туралы. Абайды түсіну үшін, абайды тану үшін абайша өмір сүруге бір кәдімгідей адамның өзінде бір ниет болу керек. Әділдікті жақтау керек, өтіріктен тыйылу керек, кәдімгідей мысалға бір мейірімді болу керек, қарындасым деп біреуді еркелетіп, құрдасым деп біреуге жақын болып, мысалы сондай нәрсе болса, мысалға жаңағыдай әке ретінде қызым, балам, ұлым, жаңағыдай келіншегіңді еркелетіп, әкеңе жаңағыдай бала ретінде еркелеп, шын мәнінде осы жақын дүниенің барлығын бір ойлай білуге керек та. Ал абайды жай ғана бір оқып ашып қарайсап, мен жаңағыдай абайды түсінбейді екем деген нәрсе болмайды. Сондықтан ол абайға келу деген нәрседе ол үлкен дайындық. Біз сосын абайды мысалға бір үлкен, қазір өзіміз абайды оқуға ерінгеннен кейін абайды біз биікке көтеріп тастадық. Ойбай, абай қиын күрделі емес. Жаңағы мысалы мен айтып отырған негізгі алгоритмнің барлығын меңгеріп алсаңыз абай оңай ашылады. Кәдімгі жүрек сөзімен оңай, мысалы абайдың жұмбағы да оңай ашылады. Әйтпесе абайды танытуға, абайды терең түсінуге талпынған Әуезов те мысалға дәл өзім сияқты ет пен сүйектен жаралған. Расында шын мойындау керек, Алланың нығметі, мысалы жаратушының шын мәнінде ықылас түскен нысаналы тұлғасы. Бізге ең бірінші керегі, мысалға біз осы кітап бізге керек деген нәрсені әлі түсініп болған жоқпыз. Енді оны абайдың өзінің анау қара сөзінде де айтады ғой, ол сөзіңді білгендерге барып айт деп. Жоқ, ақыл деген нәрсе байға да кедейге де бәріне керек. Абайды тану деген нәрсе мерейтой ғана қарсаңында ғана қолға алынбау керек. Қазір міне қараңызшы, бізде жалпы білім беретін мектептердің барлығында байқаулар өтіп жатыр. Кәдімгі абай оқулары деп, абай өлеңдерінен жаңағыдай абай оқулары, байқау, сайыс, жарыс деп бәрі 180 жылдық негізде деп ұйымдастырылуда. Расымен де абайды айта берсек, түбіне жетпейтін тақырып қой. Өзіңіз айтып өткендей, абайға дайын болу керек. Дайындық ол тіл мәселесінде айтып өттіңіз, тіл емес, сол тілді түсіне білудің мәселесі ғой. Себебі абай жолы бірнеше тілге аударылған, бірақ соны түсініп, ой өрісіңнен өткізіп, елеп ақылыңа қондыратындай дайындық керек. Расымен де қазіргі жастар абай туралы, абайды қалай біледі, қалай таниды деген сұрақ толғандырады мен. Көбі оны мектептегі пән, данышпан деген бір стереотиппен ғана қабылдайды да. Ал шын мәнінде абай бүгінгі заманда да өзекті. Қай уақытта да өзекті, қай уақытта да бүгінгі күндегі тілмен айтсақ тренде болатын тұлға ғой.
соны қалай насихаттау керек? Міне бұл мынандай мәселе ғой, біз осыны әрдайым айтамыз да біз айтамыз, балалар жалпы мектеп оқушылары білуге керек дейміз де, оның бәрін кәдімгі шын енді бар ғой, тура мына ұлы сөздің ұятығы жоқ дейді, біз турасын айтқанда, мысалы біз кәдімгі олардың бәрін қойша шулатып әкелеміз де музейге кіргіземіз. Содан кейін оны келген балаларды осы сіздер сияқты, өзім сияқты кәдімгідей мамандар қабылдайды да, бөлек аппарат, кәдімгі 1 сағат, 1,5 сағат бойына кәдімгідей бүкіл бойындағы энергиясын бәрін жұмсап, айтып, бүге-шүгесіне дейін, бала абайдан дана абайға дейінгі аралықта барлығын айтып береді. Енді бұл жерде мысалға қарасаңыздар, мен айтар едім мысалға, сол музейде, сол мектепте абай туралы сіңіріп білімді бойына жиған бала үйге барған кезде соны ата-анасымен бөліседі ғой, бөліседі. Сол жағдайда мысалы сол үдеден ата-ана табыла ма? Табылмайды. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, мысалға біз мен осы бір нәрсені көрген кезде керемет таңғалғам. Сіз жаңағыдай жалпы осы мектепте қашаннан істейсіз, жалпы білім саласында қашаннан жұмыс істейсіз деп бір кісімен сөйлесіп отырғанда 17-18 жыл болды. Мен Абай музейінде бұрын болған едім студент кезімде дейді. Өзіңіз ойлаңызшы. Міне, біз де кәдімгі айтып тұрмын ғой, анандай мұғалімдердің өзі де осы бір нәрседен тек қана жұмыс бабында ғана емес, мысалы қызмет бабында ғана емес. Мысалы мен оны айтар едім, сіздер жұмыс бабында Абай музейіне барған, ол бөлек, отбасылық демалыс кезінде барған бір тіптен бөлек, көрдіңіз ба? Мысалы сіздің жолдасыңыз сіз байқамаған басқа бірдеңені айтып қалуы мүмкін да. Мысалға сіздің балаңыз, мысалы рас енді сіз де керемет жаңағыдай ақылды кемел адамсыз, сізден туған баланың өзі де мысалға сіз байқамай жүрген бір дүниені айтып қалуы мүмкін. Сонда негізінде біз мына Абайды білу, Абайды оқу деген нәрсе кәдімгі қызмет бабында ғана барып, саламатсыздар, Абай бүйткен, Абайдана, Абайдара қазақта, мен болды кетіп қалу емес, жан-жақты барып, одан кейін мысалға мектеп ұстаздарының өзіне бөлек бір үлкен жаңағындай дәрістер өтсе деп ойлаймын. Ал енді Абайды қарап отырсаң, мысалға қазір мотивация десеңіз, Абай өзінің сөзінде айтады, харекет дейді. Өзіңіз ойлаңыз. Мотивация, мотивation, адам жаңағы алдыға жылжу, талпыныс дейтін болса, Абай айтады, кәдімгідей егіннің ебін, пайданың тегін үйреніп ойлап мал ізде. Не керек? Адамға қимыл қозғалыс керек. Кітап жазу керек. Кітап жазу үшін не істеу керек? Адам жаңағыдей қарап жата бермеу керек қой. Ол үшін адам еңбектену керек. Кітап жазу үшін сіз оқисыз, басқа бір жерлерге барасыз, деректер қарайсыз, одан кейін отырып жазасыз, іздену керек, ізденіске толтыру керек. Соның барлығында сіз жазып шыққан кітап өмірге келеді. Одан кейін мысалға дәл қарапайым осы подкаст үшін не керек деген кезеңдерде барлығын ұйымдастырушылық, еңбек ету керек. Мысалға жаңағыдай мына кісіге осындай сұхбат қой, былай сұхбаттасу, былай жаңағыдай тілдесу деген сияқты нәрселердің барлығында адамның жаңағы еңбек ету керек. Осы нәрсені балаларға бастысын түсіндіру. Сосын мейлінше өздерінің емін еркін оқуына беру керек. Дана Абай деп қана жүрмей, мысалға балаға дана Абайды оқыту мысалы өте ауыр, шын. Біз осыны мойындауымыз керек, рас. Жаңағыдай бала Абайға бала Абайды оқытуымыз керек. Абай полиглот, Абай архитектор, өзінің сызбасымен Жидебайда жаңағыдай сызба өмірге келеді. Ақшоқыда да жаңағыдай өзі басына отырықшылық мәдениетті меңгеріп, Ақшоқыда ең алғаш Құнанбайдан енші алып бөлек шыққан кезде өзі сонда үй салдырады. Сосын Абайды мысалға спортқа жақындатсаңыз да болады. Шын мәнде жаңағыдай тоғызқұмалақ ойнағаны бар, жаңағы дойбысы болсын, құс салғаны болсын, ат баптағаны болсын, бәрі осының барын Абайдың есімін насихаттаймыз деп бар ғой, қатты бір кейде асыра сілтеп жүреміз енді. Өткенде шайбалы хоккейден Абайдың 180 жылдығына арналған жаңағы жарыс дейді да, соны біз кішкене бір кейде осы бір нәрсені төмендетіп жібереміз. Кейде өзі бір биік нәрсе болады ғой, орында сол қалса дейсің да, соны біз көбіне кейде жаңағыдай айтамыз деп, анау қылшығын аламыз дейміз, былшығын алып оны быт қылып жібереміз ғой. Жастарға насихат керек. Оны айтып отырмын, жастарға біз мысалы бүкіл күштің назардың барлығын, күштің барын балаларға сала бермеу, жастарға. Ең бірінші үлкендер өздері оқу керек, рас. Абай айтпақшы, тамағы тойса жатуға деген түсініктен арылуға керекпіз да. Бізде қазір біріктіретін нәрсе сол, ұлтты ұйыстыратын нәрсе не? Абай танымы, басқа ештеңе жоқ. Өте дұрыс айтасыз, жаңа бір сіздің сөзіңіз айтып жатырсыз ғой. Біз жастарға, балаларға, әрбір музейге келген адамға жаңа Абайды танытуымыз керек. Біз айтқанмен, сіздер айтып түсіндіргенмен, рас біз үйдегі ата-ана өз баламызға, балам дұрыс екен, сонымен Абай ата кім екен десек, кейбір мысалы мен өзім балам биыл 1-ші классқа барды да, балам Абай Құнанбаев кім десем, ол кім мама дейді.
Сен мына жерде жаңа талқылапсыздар ғой мұғалімдеріңізбен. Балам көрдің ба Абай атамыз кім екен десем, балам білмейді. Содан менде ой қалыптасты. Біз қазір Абай деп мақтанамыз. Ертең балам қазақтың баласы бола тұра, жаңа тобықты руынан тарай тұра Абайдың бір тақпағын білмесе, мен несіне балам үшін мақтанам, егер ол биіктерден көрінсе. Содан балама мынандай талап қойдым да. Енді әріп оқыдың балам, таныдың 42 әріпті. Енді осы Абай атамыздың 4 мезгіл өлеңдерін жаттайықшы деп талап қойып, балама 4 мезгіл тақпағын жаттаттым да. Бір жерге барғанда балам тақпағыңды айтып жүрші, кішкене мотивацияда елдің алдында жаңағы апасы мен атасы үйіне барған кезде бір мотивация болсын деп, Асанали балам бір тақпақты айтып жүрші деймін ғой. Сон әгі балам сұр бұлт суық деп бастаған кезде мен уже іштей қуандым. Өйткені мен кішкене болсында қалыптасып келе жатқан кірпіштің бір тетігін жаңағы Абай өлеңдерін жаттап, ақынның бір сөзін жаттап өссін деген енді балама бір тәрбием деп білем ғой. Сол жаңа бір есіме түсіп отыр да. Біз мына өзіміздің меніңше тарихымызды, өзіміздің елдің, жердің, бүкіл осы мысалы біз қазақпыз дегенде мысалы қазақтың мәдениеті, қазақтың бүкіл тарихы не деген кезеңдерде өзіңіз ойлаңызшы, мысалы қазы қарта, жал жая тамақ жеу емес, біз өзіміздің түпкі тарихымызды білуіміз керек. Біз қазір айтып тұрмын, біздің мысалға үміті өшкен, арманы адасқан бір халық сияқтымыз, шын. Неге мысалға біз осынау Семейдің өзінде тұрып жатқан кезеңдерде біз Семейдің тарихы неден басталды дегенде, Семей палайтс жаңа 1718 жылдан басталды сөйтіп айтамыз. Ал оның түпкі тарихы неге Семей мысалға 1000 жылдық қала? Өйткені біз әлі күнге дейін білмейміз. Осының тарихын біз осы жерде жүреміз, 11 жыл осында оқимыз, 4 жыл бакалаврда бітіреміз, сосын кетеміз. Содан кейін мысалға Қазақстанға қайту, Семейге бару деген түсінікті біз анау айтарды бір қабылдай қоймаймыз. Әйтеуір түгі жоқ, бір болашағы жоқ деп айтамыз. Неге болашағы жоқ? Мысалы, ең бірінші тарих жоқ елдің әрине болашағы жоқ. Біз мысалы сол тарихтың барлығы бір желіде біз соның барын ұғып алуымыз керек. Мынау жаңағыдай алаштықтар, жаңағыдай Абай тоқтаған үй, алаштықтар бас қосып отырған ұлағат ордасы болған мекен, сонымен бірге мынау губернатор үйі, алаштықтар бас қосып отырған тағы да ғимараттар, бүкіл мысалы Түйемойнақ аралының тарихы, Заречная Слободка, Жоламан Слободкасы, Тінібай Слободкасы, бүкіл осы қаланың барлығының түпкі тарихының бәрін біліп алсақ, кез келген осы нәрсені міне биылдан бір көріп жүрмін. Қазір біз осы 9, 10-шы, 11-ші сынып оқушылары арасында үлкен сыныптарға осы нәрсені жүргіземіз. Дәріс жаңағыдай келеді, осындай танымдық дәріс оқып береміз. Сіздер білесіздер ме? Сіздер мысалға краш деп айтасыздар, кәдімгідей расында да шын мәндегі краштар сол алаштықтар. Өзіңіз ойлаңыз, 9 тіл білген мысалға Әлиханды қараңыз, 7 тіл білген Мұстафа Шоқай, француз, неміс тілінде емін-еркін сөйлейді. Бұның жаңағыдай мәнісі қайда? Біз барлығы бір алыстан қалды деп ойлаппыз. Жоқ, мысалға 1890 жылдардан бастап 905 жылға дейінгі аралықта 15 жылдың ішінде 100-ге жуық қазақ жастары Бомбей, Тарту, үлкен қалалардың барында оқыған. Соның барлығы да осы жерге бас қосып отыр. Енді біз Семей қаласы қазақ руханиятының ордасы дегенде біз айтамыз мысалы. Неге ордасы дегенде? Енді сол жаттанды нәрсе, өздеріңіз білесіздер. Абай, Шәкәрім, Мұхтар туған деп. Бос сөз. Неге? Өйткені біз өйтіп айта беретін болсақ, басқа елдің, басқа жердің, өзіміз енді қазақтың, өзіміздің мысалға қанымыз бір, жанымыз бір, жүрегіміз бір, мысалға қазақтың басқа аяулы тұлғаларынан Абайдан төмендету, Шәкәрімнен төмендету, Мұхтардан төмендету түсінігінде ғана қабылдаймыз. Қазіргі балаларда жалын жоқ, бәлен жоқ, түген жоқ деп айтамыз. Ал жаңағыдай күрескерлік рухта, батырлықта, барлығында Абай танымымен, бүкіл қазақтың өзінің ұлттық танымымен байланысып жатқан нәрсе сол. Сосын бағана сұхбат басында мен сіздерге айтып отырамын, сол Абайды тану үшін, Абайды терең кез келген адам, қарапайым адам ғана, оператор болсын, жүргізуші болсын, сонымен бірге мынау металлург болсын, барлығына түсу үшін ең бірінші қазақтың ұлттық мәдениетін, ұлттық жаңағыдай кәдімгідей мына жүрегінде, мына 8 көзінде кәдімгідей мен қазақпын деген түсінік болу керек. Мен қазақпын деген нәрсе мынау жайнаған дастархан, қымыз ішіп, қазы қарта жеп отыру емес, жаңағыдай бауырсақпен шай ішіп отыру емес, жаңағыдай. Сонда қазақпын деген нәрсенің барлығында кәдімгі түпкі тарих. Біздің мысалға мына қыздарды сыйлаған екен, жігіт, ер адам қыздың көзінше әбес сөз айтпаған екен, бір кереғар қылықты қыз бала ұл баланың көзінше жасамай екен. Осы мәдениеттер болмайынша біз жаңағыдай анау жай ғана қазақпыз ғой деп кешігіп жүре береді. Мысалы мен осы нәрсені де мысалы қабылдай алмаймын. Қазақ стереотиптер жақсы нәрседен бастайды. Иә, сосын мысалға біз айтамыз, бір жерге кешіксек, қазақпыз ғой деп айтамыз, жоқ қоймыз. Қазақтың мысалға уақытты, мысалға найза бойы көтерілді күн, арқан бойы көтерілді, ұлы сәске болды, сәске түс. Осының барлығын уақыттың бәрін күнге қарап белгілеп отырған қазақ, ол қалай мысалға уақыттан кешігеді? Мына қол сағат болмайтын болса да, ол күнге қарап отырып біліп отырған адам.
табиғат ауа райына қарай жаңағыдай біліп отырған адамның барлығы да ол кешікпейді. Өйткені біз қазір ана сөзімізбен бірге өзіміз де сатылып кеттік те. Сосын көп жаман нәрсенің барлығы қазақпыз ғой, бәрі сөйтеді ғой деп ойлаймыз. Абай айтады, көптің аузын күзетсең күн көрмейсің, өзіңді өзің күзет, кел шырағым, болды, басқа ештеңе жоқ. Жақсы, рахмет. Қуат мырзаның артынан үлгеру мүмкін емес. Бір сұраққа сан түрлі тақырыптың басын қозғап өтеді. Көрермендерімізге қиындау болса тоқтатып тыңдауға кеңес береміз. Жақсы, енді Керемет әңгіме болды деп ойлаймын. жалпы Қуат Ғазизұлы, өзім Қуат ағам, ағатайым деп сөйлей берейін. Енді жалпы сіздің осы бізге келіп берген сұхбатыңызды, айтқан әр шынайы сөзіңізді терең мағынамен, ішкі сезіммен шынайы сұхбат беріп отырсыз. Көп рахмет айтамын. Әр сөзіңізден жаңағы жауапкершіліктің, үйдегі қамқор әкенің, адал жардың, жалпы адал азаматтың әр бір қасиетін көріп отырмыз. Оны бағалаймыз. Бүгінгі сұхбат беріп, арнайы уақытыңызды бөлгеніңізге алғыс білдіреміз. Өте маңызды нәрсе болып тұр. Дәстүрлі түрде біздің жобамыздың қонағы ең белсенді деген оқырман көрерменімізге өзінің атынан бір сый жолдайды. Егер де ол белсенді түрде астына, осы біздің шығарылымымыздың астына өзінің пікірін қалдырып, лайк басып, бөлісіп жатса, ол міндетті түрде ескерілетін болады. Сондықтан белсенді болуға шақырамыз. Осы тұрғыда Қуат мырза, өзіңіздің тарапыңыздан қандай сый тартуға дайынсыз? Енді деген сұрақ. шығармашылық адам үшін кітаптан құнды дүние жоқ. Біздің өзіміздің былтырғы жылы 90 жылдық мерейтойы өткен біздің жерлес жазушымыз қазақ әдебиетінде жаңағы осы полигон қасіреті туралы үлкен роман жазған жазушы Бекежан Тілегеновтің Қара жел романын осы хабарды ұнатып, енді бұл жерде мынандай мәселе ғой, дәл менің ойыммен келісу міндет емес қой, мысалы ол күшті болды тағысындағы емес, жаңағы сын болса да, одан кейін бір қарсы расында да пікірі, ұтымды ойы болатын болса, әлбетте ондай көрерменге де беру керек деп ойлаймын. Бекежан Тілегеновтің Қара жел романын сыйға тартсақ, таңдау өзіңізден болады, таңдайсыз. Ол сын бола ма, мақтау бола ма, қарап жатасыз. Мүмкін осы ойды әрмен қарай өрбіту, мысалы, әрине. Менің ойымша сіздің өзіңіздің арнайы бір аудиторияңыз болады. Бүгінгі біздің шығарылымымызды тәмамдай отыра, Қуат мырза сүбелі, мағыналы әңгіме болды деген оймен тәмамдаймыз. Абай мұрасын насихаттау жолыңызда толайым табыстар тілеймін. Рахмет. Тек сәттілік. Сізге ұнады ма? Маған ұнады. Жарайды. Сізге ұнады ма? Маған ұнады. Жақсы, келесі жобамызда кездескенше қош, сау болыңыздар.